Сала бойынша бизнесті жоспарлау. Бірінші тақырып: сала бойынша бизнесті жоспарлау. 1. Бизнестің теориялық негіздері. Бизнес сөзі ағылшын тілінен бизнес, кез келген кәсіпті, табыс әкелетін бизнесті білдіреді. Бизнеспен айналысатын адам бизнесмен, ағылшын бизнесменінен, яғни бизнесмен, саудагер, кәсіпкер. Жаңа экономикалық анықтамалықтарда кәсіпкерлік, нарықтық экономикадағы субъектінің белгілі бір өнімді, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жасау және өткізу арқылы пайда табуға бағытталған экономикалық қызметі. Сондай-ақ, бизнес ұғымын кәсіпкерлік ұғымының синонимі ретінде қарастыруға болады. Кәсіпкерлік қызмет, кәсіпкерлік азаматтардың және олардың бірлестіктерінің пайда алуға бағытталған. Кәсіпорынның ұйымдық құқықтық нысанында белгіленген шектерде азаматтардың өз тәуекелдерімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асыратын бастамашылық дербес қызметі. Сонымен, кәсіпкерлік жеке меншігі бар азаматтардың табыс әкелетін қызметі. Сонымен қатар, бизнес бұл табыс, пайда алу, компанияны, кәсіпорынды, ұйымды дамыту мақсатында пікірлес адамдар командасын құрайтын, оның барлық қатысушылары арасындағы қатынастар жиынтығы. Адамдардың келесі топтары бизнеске қатысушылар ретінде әрекет етеді. 1. Тиісті кәсіпкерлер, яғни бастаманы жүзеге асыратын тұлғалар өз тәуекеліне, экономикалық және заңдық жауапкершілігіне, сондай-ақ кәсіпкерлер ұжымына жүктелген қызмет. Бірінші топтағы бизнеске қатысушылардың іскерлік мүддесі, табыс алу, өнімді өндіру және өткізу арқылы жүзеге асырылады. Олар өз қызметі барысында іскерлік қарым-қатынастарға, сондай-ақ басқа да кәсіпкерлікке қатысушылармен қарым-қатынасқа түсіп, сайып келгенде кәсіпкерлік бизнес саласын қалыптастырады. Соңғысы 3 құрамды қамтиды: өндіріс, коммерция, сауда және коммерциялық делдалдық. Бизнесті коммерцияға, сауда және коммерциялық делдалдыққа айналдыруға болмайды. Бизнес ең алдымен кез келген экономиканың негізі болып табылатын өндіріс. 2. Кәсіпкерлер ұсынатын өнімді жеке және ұжымдық тұтынушылар, сондай-ақ олардың одақтарын, бірлестіктерін құрайтын тұтынушылар топтары және тағы басқа. Бұл топтағы бизнеске қатысушылардың іскерлік қызығушылығы тауарлар мен қызметтерді сатып алу болып табылады. Ол өнімді өндірушілермен және сатушылармен өзара тиімділік негізінде байланыс орнату арқылы жүзеге асырылады. Егер кәсіпкерлер үшін пайда табыс болса, тұтынушылар үшін бұл олардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын өнім немесе қызмет. Үшінші топтағы кәсіпкерлікке қатысушылардың іскерлік мүддесі табыс табу, фермада, ұйымда, кәсіпорында жұмыс істеу арқылы жүзеге асады. Егер кәсіпкерлер үшін мәмілелердегі пайда кәсіпорынның түпкілікті табысы болса, онда қызметкерлер үшін бұл орындалған жұмыс нәтижесінде алынған жеке табыс болып табылады. Өз мүдделерін жүзеге асыра отырып, қатысушылардың бұл тобы еңбек бизнесінің сферасын құрайды. 4. Мемлекеттік органдар, мекемелер мен ұйымдар мәмілелерге тікелей қатысушылар ретінде әрекет еткенде. Әңгіме кәсіпкерлерге мемлекеттік тапсырыстарды беру, бағаларды, оларды жүзеге асыру бойынша жеңілдіктердің құрамы мен көлемін анықтау және тағы басқа. Мұндай жағдайларда мемлекеттік органдар бизнестің басқа қатысушыларының тең құқылы серіктестер болып табылады. Бұл топтағы қатысушылардың іскерлік мүддесі жалпы мемлекеттің де, оның барлық азаматтарының да қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жалпы мемлекеттік бағдарламаларды ғылыми-техникалық, ғылыми-өндірістік, әлеуметтік және тағы басқа жүзеге асыру болып табылады. Мұндай мәмілелердегі өзара тиімділік принципі келесідей. Жүйе ретінде бизнес 4 қасиетке ие құбылыс: мақсаттылық, тұтастық, сәйкессіздік және белсенділік. Мақсаттылық бизнестің өз ішіндегі кез келген элементі осы элементтерді біріктіретін принципке, табыс, пайда әкелетін ұтымды бағдар беруін білдіреді. Бизнестің жоғары мақсаттары әдетте еркін бәсеке заңы деп аталатын талаптардан туындайды. Бір тұтастық бизнестің экономиканың барлық салаларына, аумақтары мен элементтеріне өзінің ең жоғарғы мақсаты
пайданы арттыру мақсатын толық жүзеге асыру үшін қажетті көлемде енетінін білдіреді. Сәйкессіздік бизнес қайшылықтардан тұруы керек дегенді білдіреді. Өйткені олар барлық дамудың қайнар көзі болып табылады. Белсенділік кәсіпкерліктің әлеуметтік жүйемен және адамдардың қызметімен тығыз байланысты әлеуметтік құбылыс екенін білдіреді. Кәсіпкерлердің әрқайсысы басқа адамдарға заңсыз зиян келтірмей, олардың бизнесін дамытуға кедергі келтірмей, өз ісін еркін және заңды негізде таңдауы керек. Қазіргі бизнес мақсаттылық, тұтастық, сәйкессіздік және белсенділіктің қажетті белгілері бар жүйе ғана емес. Бизнес сонымен қатар ішкі реттелетін немесе өзін-өзі реттейтін жүйе. Кәсіпорынды басқарудағы бизнес жоспардың мәні мен маңызы. Бизнес жоспарлау кәсіпкерлікпен тікелей байланысты жоспарланған қызметтің дербес түрі. Нарық жағдайында, егер сіз оның дамуын тиімді жоспарламасаңыз, өзіңіздің жағдайыңыз бен болашағыңыз туралы, мақсатты нарықтардың жағдайы, олардағы бәсекелестердің позициясы туралы және тағы басқа. Бүгінгі таңда коммерциялық фирмалардың көпшілігінде ресми түрде қабылданған жоспарлар жоқ және қажетті жоспарлау механизмі жоқ. Әртүрлі нормалар, ережелер және тағы басқа. Жоспарлау меншік иесінің экономикалық қызметтің белгілі бір бағыттары бойынша әртүрлі шешімдерімен ауыстырылады. Бұл елдегі нарықтық конъюнктураның және экономикалық конъюнктураның тез өзгеруіне, шағын кәсіпорындардағы менеджерлер санының аздығына, экономиканы басқаруда үлкен тәжірибесі бар ірі кәсіпорын басшыларының беделіне байланысты. Дегенмен тәжірибе мұндай менеджерлерді жиі шатастырады. Жалпы жағдайда бизнесті жоспарлау кәсіпорынның алдында тұрған стратегиялық және тактикалық міндеттерді шешуді қарастырады. Ресми жоспарлау, әрине, күш-жігерді қажет етеді. Бірақ ол сонымен бірге айтарлықтай артықшылықтар береді. 1. Менеджерлерді алда ойлануға мәжбүр етеді. 2. Тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін негізді қамтамасыз етеді. 3. Кәсіпорынды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету мүмкіндігін арттырады. 4. Кәсіпкерлік қызмет тәуекелдерін төмендетуге көмектеседі. 5. Бизнестің барлық қатысушыларының іс-әрекеттерін нақты үйлестіруге әкеледі. 6. Күтілетін өзгерістерді болжауға, кенеттен болатын өзгеріске дайындалуға мүмкіндік береді. Нарықтық орта,